Сәлем достар, бүгін сіздермен тез әрі дәмді қантсыз банан қимақтарының дайындалу тәсілімен бөлісетін боламыз. Бізге қажетті заттар: 2 банан, 1 жұмыртқа, 2 ас қасық күріш ұны, 1 шөкім қамыр қопсытқыш ұнтағы. Ең алдымен бананды ашып, шанышқымен езіп аламыз. Банан езбесіне жұмыртқаны жарып, жақсылап араластырамыз. Күріш ұны мен қамыр қопсытқышты қосып, бір келкі қалыпқа келтіреміз. Табаны қыздырып, зәйтүн майын жағамыз. Қызып тұрған табаға дайын болған қоспамызды ас қасықпен құйып, екі жағынан қызарғанша пісіреміз. Осындай әдемі әрі дәмді банан қимақтары шығады. Қалауларыңызша безендірсеңіздер де болады. Посттың төменгі жағында грамм өлшемдері жазылған. Ас болсын оқырмандар, біздің парақшамызға тіркеліп, лайк басып, пікір қалдыруды ұмытпаңыздар. Пайдалы ақпаратпен өздеріңіз ғана таныспай, достарыңызбен де бөлісе отырыңыздар.